Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте қарапайым ингредиенттерден жасалатын әрі өте дәмді болып шығатын, оқтаусыз жасалатын балды торттың жасалу жолын көрсететін боламын. Жасалу жолы оңай, видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен 82% сары майымызға қантты салып, жақсылап, жай отта газымызды қойып, былғап отырып ертіп алатын боламыз. Оған кәдімгі банкадағы медті салып, жақсылап оны да ертеміз. Үстіне 1 шай қасықпен ас содасын саламыз. Тағы да араластырып отыра ертеміз. Сол кезде бізде осындай көпіршіктенген масса болады. Газдың астын сөндіріп, суытып алып қоямыз. Бөлек ыдысқа 4 жұмыртқамызға тұзды сеуіп, жақсылап көпіргенше дейін, көлемі 2 еселенгенше дейін миксермен араластырып аламыз. Одан кейін жаңағы суыған массамызды үстіне құямыз. Барлығын енді араластырып, жақсы тесто шығарып алатын боламыз. Осының үстіне енді ұнымызды саламыз мөлшеріне қарай. Барлығын бірден салмай, бөліп салған ыңғайлы. Және де қопсытқыш салуды ұмытып кетпеңіздер. Ұнды мен 2 бөліп салдым, тағы да жартысын салып араластырып аламыз. Біркелкі масса шыққанша дейін блендермен жақсылап араластырамыз. Және де духовкаңызды алдын ала қыздырып қоя беріңіздер. Ал табаның орнына мен осындай пергамент қағазын аламын да 2-ге бөліп, табамнан осындай формасын шығарып аламын. Немесе осындай өздеріңіздің табаларыңызға пісірсеңіздер де болады. Бірақ та қыздар пергаментпен өте ыңғайлы. Осындай 2 форма шығарып алдым. Және де жаңағы массамызды кезекпен кезек пісіріп алатын боламын. Қызып тұрған пеште 180 градуста 5-6 минутта пісіп шығатын болады. 2 қағазымызға біркелкі етіп осылай жайып шығамыз, дәл видеода көрсетілгендей етіп. Және де 5-6 минуттан қарап отырып пісіріп алыңыздар. Күйіп кетпесін қыздар, мінекей бізде 5-6 корж шығатын болады. Соңғы бір коржды бөлек алып қоямыз. Ал кремін жасау үшін қаймақпен сгущенканы, вареный сгущенканы араластырып, ортасына грецкий орехтерді сепкенді ұнатамын. Немесе ол қалауыңызша қарай, тек қана сгущенка мен қаймақтан крем жасап, әрқайсысын арасына жағып шықсаңыздар болады. Барлығын жақсылап жинап шығамыз. Соңғы коржды блендердан ұсатып алып, бетіне осылай дәл видеодағыдай етіп жайып шығатын боламыз. Және де торттарыңызды кемінде 3-4 сағатқа қалдырыңыздар. Сол кезде кремі сіңіп, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.